Сәлем достар, менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Химиялық байланыстың бірінші түрі ковалентті полюссіз байланыс, яғни бұл байланыс электр терістілігі бірдей атомдар арасындағы байланыс. Мысал үшін H2, O2, N2 дегендерді айтуға болады, яғни атомдары бірдей болатын екі атом арасындағы байланыс. Екінші бізде ковалентті полюсті байланыс, бұл электр терістілігінде айырмашылығы бар атомдар арасында, яғни бейметалдар арасындағы байланыс. Бұл жерде мысал ретінде H хлорды айтуға болады, екеуі де бейметал және ортақ электрон жұбы хлорға қарай ығысқанын көруге болады. Өйткені электр терістілігі 3:5, яғни 2:1-ден үлкен. Сондықтан да осылай. Үшінші иондық байланыс, бұл металл және бейметалл арасындағы байланыс, яғни таза иондар арасында, катион-анион арасында деп айтуға болады. Мысал үшін натрий хлоридін айтсақ, натрийдің бір сыртқы электроны хлорға қарай ығысады. Сол кезде ортақ электрон жұбы пайда болып, плюс және минус катион мен анион, яғни иондары түзіледі. Мұнда натрий металл, ал хлор бейметалл.